ағылшын тілін оқу керек еді. Барайын десем курс тым алыста. Группада адам көп деген сылтаулар енді өтпейді. Альфа академиясы арнайы сіздер үшін Easy оқу онлайн жобасын іске асыруда. Телефонға қосып қойда, үйде, жұмыста, тіпті автобуста отырып, ағылшын тілін үйрене бер. Грамматика. Қызықсыз әрі қиын сияқты. Бірақ бізбен бірге оқысаңыз, қызықты әрі оңай. Бүгін біз сіздермен Альфа академиясының Easy оқу жобасының бірінші бөлімінде to be етістігімен танысамыз. To be етістігі туралы естіген боларсыздар. Бұл етістік ағылшын тілінің ең бастапқы сабақтарында өтіледі. Бұл етістік осы шақта және ол аударылады болу деп, яғни біреу болу, қандай да бір қасиетке болу, бір жерде болу және белгілі бір жаста болу. Бір қызығы бұл етістікті басқа етістіктерден бөлек деп ойлайды. Бірақ шын мәнісінде бұл басқа етістіктер сияқты толыққанды етістік. Оның ешқандай да басқалардан кемшілігі немесе артықшылығы жоқ. Тек қана бір өзгешелігі деп айтайық, ол етістік аударылған кезде іс-әрекет ретінде аударылмайды. Ол қазақ тіліндегі жіктік жалғау сияқты аударылады. Яғни мысалға I am санда. Мен сандамын. Қазақ тіліндегі мын жіктік жалғауы. Сонымен to be етістігі туралы толығырақ әрі қарай танысайық. To be етістігі осы шақта бір қызығы сөйлемдерде өздігінен жүрмейді. Оның өзінің 3 формасы бар. Бұл бізде am, is және are. Am ол тек қана мен, яғни I мен қолданылады. I am. Ал is ол жеке формадағы сөздермен қолданылады. Яғни жекеше формада болу керек. Мысалға she is, it is. Ал are ол көпше формадағы сөздермен қолданылады. Мысалға we are, they are, students are. Ал енді сөйлем құрастырайық. Мен мұғаліммін. I am a teacher. Бұл жерде мен болу мұғалім. Егер толық тура аударатын болсақ қазақ тіліне. Ал енді is-мен бірге. She is a doctor. Ол дәрігер. Ал енді are-мен. They are students. Олар студенттер. Біздің бұл 3 сөйлемде бізде кім деген сұраққа жауап береді? Мұғалім, дәрігер, студенттер. Ал егерде қандай деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалға, мен қандаймын? I am talkative. Мен көп сөйлеймін. Балтун. I am talkative. Келесі, she is beautiful. Ол әдемі. Ал are-мен бірге, they are interesting. Олар өте қызықты. Олармен сөйлесу маған қызық. Бұл бізде болымды формалары. Ал енді бізге негативті формада, яғни болымсыз сөйлем қажет болса, бұл жерде to be-ден кейін нотты қоя саламыз. Болды? Оп-оңай. She is not a teacher. Ол мұғалім емес. We are not friends. Біз достар емеспіз. I am not a doctor. Мен дәрігер емеспін. Ал егерде біреуден сен дәрігерсің бе? Немесе ол ұзын ба? Оның бойы ұзын ба деп сұрағымыз келсе, онда жай ғана to be мен бастауыштың орнына ауыстырамыз. Сол кезде болады. Are you a teacher? Сен мұғалімсің бе? Немесе сіз мұғалімсіз ба? Немесе are you teachers? Сіздер мұғалімсіздер ме? Яғни байқағаныңызда қазақ тіліндегідей сіз, сен, сендер деп ағылшын тіліндегі you өзгермейді. Бір ғана you бәріне жүре береді. Сонымен бірнеше мысал келтіріп кетейік. She is a housewife. Ол үй шаруасындағы әйел. Она домохозяйка. She is not a housewife. Ол үй шаруасындағы әйел емес. Is she a housewife? Ол үй шаруасындағы әйел ме? Yes, she is. No, she isn't. Бұл біздегі to be. Сонымен to be-ді жаттап алыңыздар. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийде қалдырыңыздар. Біз сіздерге жауап береміз міндетті түрде. So, I am a teacher and here would be he is a doctor. And with are, we say they
are students. Yeah, students. Now, could you repeat, please? I am a teacher. I am a teacher. He is a doctor. He is a doctor. They are students. They are students. So, for today, the grammar is to be. Do you have any questions? No questions. No questions? No problems? Yes, is everything clear? So, for today, the lesson is over. Thank you for coming. Санда. Ана Джонатанға ағылшынша бекер үйретіп жатсың сен. Неге? Не болды? Ертең ол конкурентің болады сенің. Үйреніп алады да, сосын басқа біреулерге үйретеді. И маған сен халық саған қарағанда анаңын көбірек сенеді. Шынымен де вообще ойламаппын. Қақтан білсін сен үйреніп жатқан анау ағылшынды. Оған үйретпе, бізге үйретші. Қойшы, саған да үйретпеймін. Неге? Ертең сен маған конкурент боласың ғой сосын. Үйретпей-ақ қой. Жаңа Джонатаннан үйренемін мен. Ол вообще до конца үйренген жоқ. Қазір біз сіздермен pronouncепен танысамыз. Pronounce яғни есімдіктер. Есімдіктер дегеніміз есім сөздердің орнына жүретін сөз табы. Pronounce, оның ішінде personal pronouns. Personal немесе subject pronouns. Олар себебі сөйлемде тек қана бастауыштың рөлін атқарады. Олар кәдімгі біз білетін I, мен, you, сен, he, жігітке, ол, she, қызға, ол, it, жансыз затқа, ол, we, біз, you, сендер, және they, олар. Бұл сөз табы personal pronouns to be мен өте тығыз байланысты. Себебі біз осылармен жаңағы бірінші бөлімде сөйлемдер құрған болатынбыз. I am a teacher, you are a doctor. Яғни бұл есімдіктің тобын personal pronouns деп айтамыз. Ұмытып қалмаңыздар. Ал енді тағы бір осы pronounce-тың тобы ол possessive pronouns. Possessive дегеніміз тәуелділік. Яғни тәуелділік есімдігі. Оларды да біз білеміз. Ол менің my, сенің your, оның his жігіттерге, оның her қыздарға және оның its заттарға. Біздің our, сіздердің немесе сендердің your, олардың their. Мысалға, менің көйлегім ақ. My dress is white. Сенің атың Айдана. Your name is Айдана. Бұл жерде бізде is to be етістігі қолданылады, себебі сенің атың, менің көйлегім, бұлардың барлығы it есімдігінің орнына қолданылып тұрған зат есімдер. Сол үшін шатаспаңыздар. Және де your, my, his бұл есімдіктер тобы өзінен кейін міндетті түрде нақты сөз табын, яғни нақты зат есімді талап етеді. Менің my, менің нем, my home, менің үйім. His, оның brother, оның ағасы, тағы да басқа. Сонымен personal pronouns және де possessive pronouns бір-бірінен осылай ажыратылады. Бізбен бірге үйреніңіздер. Сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі сабақтарда біз тағы да грамматикалармен танысамыз. Сонымен, thank you for watching. Good luck! Достар, сіздер киіміңіздегі ағылшын тіліндегі жазулардың аудармасын білесіздер ме? Ал Сәтбаев университетінің студенттері біледі ме екен? Бірге сұрап көрейік. Сәлем, атыңыз? Сұлтан. Нұрсұлтан? Сұлтан, футболкаңыздағы ағылшынша надпистің аудармасын білесіз ба? Dreams дегенді ма? Go after dreams, not people. Жоқ, білмеймін. Білмей қалай кес? Ұнаған соң кидің. Может, ол жерде жаман нәрсе жазылып тұрған шығар. Мысалы, мен біліп тұрмын не деп тұрған. Не деп тұр? Айтпаймын. Мысалы, жаман нәрсе бар шығар ішінде. Dreams деген не ол? Dreams да білмейсіз ба? Жоқ, білмей кие бересіз ба? Мысалға, аударып, қызығып көрмедіңіз ба өзіңіз? Бұл сізде бір ғана футболка ма осындай, әлде бар ма тағы? Бар. Ешқайсысын білмейсіз. Ондай болады екен. Айтайын сізге аудармасын. Адамдардың емес, арманның артынан жүр дейді. Нормально. Нормально надпись жарайсыз. Ең келесіде аударып жүріңіз шамалы, ішінде бір түрлі надпистер болуы мүмкін. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сәлем қыздар, аттарыңыз кім? Дилназ. Ақмарал. Дилназ, сіздің футболкаңызда көрсетіңізші.
Dreamer деген жазу. Оны аудармасын білесіз ба? Я білем, арман деген адам, арман адам. Армандаушы адам, иә? Сіздер жалпы киім алғанда надпистерді аударасыздар ма? Кейбір кезде аударам. Аударамын. Ал мысалға кейбір адамдар болады аудармай кие беретін, оларға не дейсіз? Translate Google помощь. Сәлем, аты жөндеріңіз? Марлен. Нұрсұлтан Назарбаев. Жарайды, Нұрсұлтан Назарбаев, саламатсыз ба? Сіздерге сұрақ, күнделікті өмірде ағылшынша надписпен киімдер киесіздер ма? Сіз? Жоқ. Ал мысалға киген киіміңіздегі надпистің аудармасын білесіз ба? Мүлдем? Ал сізге қызық емес па, ол не жазылып тұр? Нет слов. А там может жаман нәрсе тұрған шығар? Жаман тұрмайды ма? Точно? Иә. Қайдан білесіз оны? Білмейсіз ғой аудармасын. Ау. Аудармасын білмесеңіз қайдан білесіз жаман емес екенін? Жаман болса кимейсің ба? Сатпайды жаман. Мен өзім былай ағылшынша иностранныйлерді надпистермен өзіме киім кимеймін, бірақ негізі қарсы емеспін. Ал Born to be қазақ деген көрдіңіздер ма? Мен білсем кимеймін ба? Біз енді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің алдындамыз. Осы жердің студенттерін сұрастырып көрейік. Кеттік. Сәлем, сіздің есіміңіз? Менің есімім Асқар. Асқар, сізге сұрақ, киіміңіздегі жазудың аудармасын білесіз ба? Оқып беріңізші. Білмеймін. Білмейсіз ба? Мүлдем қызықпадыңыз ба? Жоқ. Ал жалпы сізде бұндай киімдер көп па? Надписпен? Көп. Ешқайсысын аудармадыңыз ба? Сіздікі just be quiet дейді. Мүлдем қызықпадыңыз ба? Не деп тұрған? Жоқ. Қызық па, айтайын ба? Айтыңыз. Just be quiet деген жай ғана тыныш бол деген, тыныш жүр деген сөзді білдіреді. Сіз тыныш адамсыз ба? Иә. Дәл сізге арналған ба? Өзіме арналған. Жарайды, келесіде аударып жүріңіз, ішінде біртүрлі сөздер болып қалуы мүмкін, кім біліпті. Жарайды. Рахмет сізге көп-көп. Сәлем қыздар, есімдеріңіз? Мөлдір, Аружан. Мөлдір, Аружан, сіздердің киімдеріңізде мен жазулар көріп тұрмын, иә? Мөлдір, сіздің көрейікші. Не деген? Бұл белка мен стрелка ғой. Астында не жазылып тұр? Астында білмеймін. Orbital flight. Orbital flight. Окей, сіздікі? Менікі perfect, I'm always, кажется. I'm not perfect, but I'm always myself. Окей, аудармасын білесіздер ма екеуін? Вообще-то мен аны алдым, потому что мен өз мамандығым астрономия, поэтому аспан денелеріне байланысты. Қызық қой енді өз мамандығым болғаннан кейін. Белка, стрелка кімдер вообще? Ең алғаш рет ғарышқа ұшқан жануарлар ғой, адамнан бұрын. Белка мен стрелка, иә. Рахмет сізге. Ал сіз ше, Аружан? Менің жазуымда, я не идеальная, но я сама собой, Дима, қалай айтсам болады. Мен өзгермеймін өзім дейді, иә? Жарайсыз, сіз білесіз, бірінші адамсыз жазуының аудармасын білетін. Жалпы жазумен көп киесіздер ма? Жазумен. Жалпы көп киемін, мен былай жағасы бар классический болмаса. Мен де тоже қатты көп киемін. Иногда. Бірақ аудармасын біліп жүрге тырысасыздар, иә? Мен алғаннан кейін босай. Просто бірінші рет киіп тұрмын, шын айтамын, оқымадым да даже. Ал негізі мысалға қазір көбісі аудармай кие береді екен. Иә. Оған қалай қарайсыз? Оған өзім жалпы көп кимейтін де білмейді екенмін. Енді аударма кигені не білмес, ол не жазып тұрғанын білмесе не үшін кен? Мағынасыз. Біз де білмейміз соны. Бірақ көбісі мән бермейді оған негізі. Просто салат, такие салат, как обычно. Шығыстың, батыстың нелер ғой оның бәрі. Мәдениеттері келіп жатыр. Соған қызыққан түрлері. Жарайды, рахмет сіздерге көп-көп. Біздің бүгінгі сұрақ жауап айдарымыздың нәтижесі бойынша көп адам киімдегі жазуларын аудармай кие береді екен. Ол дұрыс емес, ол жерде қандай сөз тұрғанын сіз білу керексіз ғой. Өйткені бір жағынан жаңа сөз үйренесіз, бір жағынан жаман сөздер тұрса кимейсіздер. Сонымен әрдайым аударып жүріңіздер. Ал кейбір жерлерде тіпті қате жазылған сөздер де болды. Дұрыс емес ол. Hello everyone. Бүгін бізде қонақта Оңдасын ағай. Оңдасын ағай, welcome. Біз бүгін Оңдасын ағаймен бірге апта күндерін ағылшын тілінде үйренеміз. Жалпы Оңдасын ағай, сізде қазақша, орысша қалай? Қазақшам жақсы, орысша нормально. Енді бүгіннен бастап ағылшын тоже нормально болады, иә? Окей. Яғни уақытты көп созбай кеттік. Сонымен бізде дүйсенбі, яғни понедельник болады Monday. Monday. Окей. Next one. Tuesday. Вторник. Next, Wednesday. Мына жерде Wednesday-да жазылу кезінде D әріпі бар, бірақ оқығанда ол естілмейді. Wednesday болмайды. Wednesday емес. Кеттік, Wednesday. Wednesday. Да, все. Next, Thursday.
Thursday. Сөздей деп қазақша Thursday деп айтасың. айтады. Thursday. Ой, мына жерде TH екеуі. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. 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 Sunday. 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 Менің атым Ақсай. Сенің атың ұқсайды. Иә. Окей, кеттік тағы бір. Бәріне қылып отырсың. Кеттік. Кеттік. 1, 2, 3. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Өзіңіз оқыңызшы. Кеттік. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Excellent. Окей. Бүгіннен бастап ағылшын тілінің автокүндерін жатқа білесіз. Болды. Енді күнде Monday, сторисіңізді Tuesday. осыдан бастаңыз. Болды. Бұйыртса, иә. Келгеніңізге рахмет. Сіздер де оңдасағаймен бірге апта күндерін жаттап алды деген үміттеміз. Айтпақшы, what day is it today? Today is Monday. 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 Right, you are. Today Okay, is Monday. goodbye. See you. Bye.